Баршаларыңызға қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім. Бүгін сіздерге қамыр илеп ашытуды қажет етпейтін, өте оңай әрі тез жасалынатын ең дәмді пиццаның рецептін ұсынамын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, рецепті сақтап алуға кеңес беремін. Алдымен құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқамызды және де дүкеннің кез келген қаймағын, 4 ас қасық қаймағымызды, 4 ас қасық майонезімізді саламыз. Дәміне қарай аз ғана тұз салып, венчиктің көмегімен жақсылап бір келікті масса болғанға дейін араластырамыз. Менің қолданып жатқан қаймағым дүкеннің 20% қаймағы. Енді дәміне қарай аз ғана тұз салып, жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз бір келікті жақсы араласқаннан соң, алдын ала електен өткізілген ұнымыздан 8 ас қасық салып, тағы да венчикпен жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз осы видеода көрсетілгендей қою болуы қажет. Құрметті көрермендер, осымен көріп тұрғандарыңыздай біздің пиццамыздың қамыры дайын болды. Осы дайын болған қамырымызды печкіміздің табасына пергамент қағазын төсеп, осы қамырымызды дөңгелек етіп, бір тексетіп жағып шығамыз. Пергамент қағазы болмаған жағдайда табаны жақсылап сұйық маймен майлап алуды ұмытпаңыздар. Келесі кезекте осы видеода көрсетілгендей етіп, дөңгелек етіп пиццаның формасын шығару үшін бір тексетіп жайып шығамыз. Көрермендер, егер осы рецепт сіздерге ұнап жатса және де пайдалы болып жатса, менің каналымның алға қарай дамуына өз үлесіңізді қосып, каналыма тіркеліп және де осы видеоны достарыңызбен бөліссеңіздер өте қуанышты болар едім. Келесі кезекте осы пиццамыздың үстіне кетчупымызды жағамыз. Шамамен 3-4 ас қасықтан салсаңыз жеткілікті, және де осындай кестішкінің көмегімен бір тексетіп жағып шығамыз. Үстіне ірімшігімізді саламыз, колбасамызды қойып, печкімізді алдын ала жақсылап қыздырып дайындап қоямыз. 250-300 градуста 5-7 минут аралығында пісіріп аламыз. Осымен біздің пиццамыз дайын. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Пиццамыз өте жұмсақ және де өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай жасалынады. Бір жасағаннан өте керемет болып шығатын рецепттердің бірі. Егер видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар және де сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел, баршаларыңызға рахмет.